Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 3-ші сынып қазақ тілі сабағы. Бүгін бізде 2-ші сабақ. 6-шы жаттығу. Мұқият тыңда. Сөйлеу мәнері кімге тән екенін анықта. Алматы уақыты 9 сағат 15 минут. Аузыңды аш, а де. Ыстық самса алыңыз. Абайлаңыз, есік жабылады. Келесі аялдама Абылайхан даңғылы. Ойыншықтарыңды тағы да шашып тастағансың ба? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз етістік. 6-шы жаттығу бойынша балалар сөйлеу мәнері кімге тән екенін анықтайық. Алматы уақыты 9 сағат 15 минут. Бұл балалар диктор. Аузыңды аш, де. Бұл дәрігер. Ыстық самса алыңыз, сатушы. Абайлаңыз, есік жабылады. Келесі аялдама Абылайхан даңғылы. Бұл балалар жолсерік, яғни автобус, троллейбустарда жүретін жолсерік екен, иә? Ойыншықтарыңды тағы да шашып тастағансың ба? Анасы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз етістік. Мұғалім. Келесі 7-ші жаттығу. Мәтінді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Самат ауылдағы атасы мен әжесін қатты сағынды. Ол сағынышын тілі жеткенше айтып хат жазбақ болды. Кешкі тамағын ішіп болған соң, біраз уақыт теледидар көрді де өз бөлмесіне кірді. Торкөз дәптерден 2 парақ жыртып алды. Ақ қағаздың басына сәлем хат деп жазып қойды да, әрі қарай өз ойын, жай күйін әңгімеледі. Қалдеріңіз қалай, ата, әже? Ауырмай сырқамай жүрсіздер ме? Көкем жұмысын істеп жатыр ма? Біз де аман саумыз. Өтепберген Ақыпбекұлы. Балалар бізге айтады, тапсырма берілген хатты әрі қарай жалғастырып жаз дейді. Енді біз қазір балалар осы хатты өзіміз жалғастырып көрейік. 7-ші жаттығу бойынша балалар біз хатты жалғастырып көрейік. Сәлем хат. Ата, әже, халдеріңіз қалай? Ауырмай сырқамай жүрсіздер ме? Біз аманбыз. Сабақтарымды жақсы оқып жүрмін. Сіздерді қатты сағындым. Жазда қасыңызға барғым келеді. Әжемнің бауыр сағын, атамның әңгімесін сағындым. Аман сау болыңыздар. Немерелеріңіз Самат. Келесі 8-ші жаттығу. Тапсырмалар арқылы сөйлеудің қай түрі жүзеге асырылғанын тауып көр. Сөйлеу түрі мен оған сәйкес тапсырманың тұсына қосу таңбасын қой. Мұнда балалар бізде 6-шы, 7-ші жаттығулар берілген еді, иә? Енді есімізге түсірейік, 6-шы жаттығу сөйлеу түрінде балалар ауызша не жазбаша. Біз әрине оны ауызша орындадық, яғни ауызшаның тұсына біз қосу таңбасын қойдық, иә балалар? Яғни біз оны оқыдық. Келесі 7-ші жаттығуда балалар бірінші тапсырманы бізге, яғни мәтінді тиісті дауыс ырғағымен оқы деді. Бірінші бізде ауызша орындадық, яғни қосу. 7-ші жаттығуға бірінші тапсырмаға қосу дейміз. Одан кейін 2-ші тапсырманы бізге хатты әрмен қарай жалғастырыңдар деді, иә? 2-ші тапсырманы біз жазбаша орындадық, яғни жазбашаға біз қосу таңбасын қояды екенбіз. Келесі 9-шы жаттығу оқы. Мәтінді оқуда сөйлеудің қай түрін қолданасың? Алматы қаласынан 70 шақырым жерде Таңбалы тас деген жер бар. Таңбалы тас бірнеше жылғалардан, өзектерден тұрады. Таңбалы тастың жан-жағында сайлар, ішінде күнге әбден күйген жалпақ гранит тас бар. Гранит тасқа таутеке, бұғы, киек, жылқы, бұқа және басқалардың кескіндері қашалып салынған. Қолдарына ұзын найза ұстап, белдеріне қылыш асынған, кейбіреулері желбірете ту ұстаған 22 сарбаздың суреті өте әдемі бейнеленген. Аңызға айналған жерлер кітапшасынан. Енді балалар бізге тапсырма берілген екен. Қарамен жазылған сөздер мәтіндегі сөйлемдерді байланыстырып тұрғанына назар аудар. Сол сөздерді басқа сөздермен алмастырып айтып көр. Алғашқы адамдар суреттердің көмегімен сөйлеудің қай түрін жүзеге асырды? Ойыңмен бөліс. Ойыңды жазбаша сөйлеу бірден пайда болған жоқ.
сөйлемімен баста. 9-шы жаттығу бойынша балалар бірінші тапсырманы орындай, қарамен жазылған сөздер мәтіндегі сөйлемдерді байланыстырып тұрғанына назар аудар. Сол сөздерді басқа сөздермен алмастырып айтып көр дейді. Мұнда балалар қарамен жазылған таңбалы тас, таңбалы тастың, гранит тасқа. Бұл сөздерді балалар біздер есімдіктермен алмастырады екенбіз. Ал енді оқиын. Ол бірнеше жылғалардан, өзектерден тұрады. Оның жан-жағында сайлар, ішінде күнге әбден күйген жалпақ гранит тас бар. Оған таутеке, бұғы, киік, жылқы, бұқа және басқалардың кескіндері қашалып салынған. Келесі балалар 9-шы жаттығудың екінші тапсырмасы. Алғашқы адамдар суреттердің көмегімен сөйлеудің қай түрін жүзеге асырды? Ойыңмен бөліс. Ойыңды жазбаша сөйлеу бірден пайда болған жоқ, сөйлемімен баста. Жазбаша сөйлеу бірден пайда болған жоқ. Алғашқы адамдар өз ойлары мен сезімдерін жеткізу үшін суреттерді пайдаланды. Бұл пиктографиялық сөйлеу, яғни ойды сурет арқылы білдіру түрі. Олар тастағы үңгір қабырғасындағы бейнелерді салып, аң аулау, тұрмыс тіршілік немесе табиғат құбылыстары жайлы ақпарат берді. Осылайша алғашқы адамдар суреттердің көмегімен бір-бірімен жазуға дейінгі қарым-қатынас жасады. Келесі шығармашылық үзіліс 10-шы жаттығу. Сурет бойынша күзде не болатынын әңгімеле, не болмайтынын айт. Әңгімелеу үшін сөйлеудің қай түрін қолданасың? Күз мезгілі бейнеленген сурет бөліктеріне зер салып қара. Осы сурет бойынша 3 сұрақ жаз. 10-шы жаттығу бойынша балалар сурет бойынша әңгіме. Күзде күн салқындап, ағаштардың жапырақтары сарғайып, жерге түседі. Балалар бақта алма теріп, себеттерін толтырады. Кейбірі жерге түскен жапырақтарды жинап, аула тазалайды. Бірақ күзде қар жаумайды, сондықтан аққала жасау мүмкін емес. Одан кейін бізге балалар тағы тапсырма берілді. Күз мезгілі бейнеленген сурет бөліктеріне зер салып қара. Осы сурет бойынша 3 сұрақ жаз деді балалар. Сұрақтар. Бірінші сұрақ, күзде ағаштардың жапырақтарында қандай өзгеріс болады? Келесі екінші сұрақ, балалар бақта немен айналысып жүр? Келесі үшінші сұрақ, күзде аққала жасауға болады ма? Міне балалар, 10-шы жаттығуды осылай жазып алсаңдар болады. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.